Бала өсе келе оның қатынасу аясы отбасылық аяның шегінен тыс шыға бастайды. Ойындар және құрдастарымен қатынасу сәбиіңіздің әлеуметтік дамуына қалайша көмектесе алатындығын біліңіз. Сіз сәбиіңізбен ойнай отырып көп уақыт өткізесіз, бірақ оған құрдастарымен ойнау, сізбен ойнау сияқты сондай-ақ маңызды екендігін білесіз бе? Оғаш естілгенімен, 1-ден 3 жасқа дейінгі балаларға 1 сағаттан артық бос отыруға болмайды. Әрине, сәбиіңізбен үнемі ойнауға уақытыңыз да, күшіңіз де болмайды. Сондықтан құрдастармен бірге ойнау және серуендеу оның дамуының маңызды бөлігі болады. Бірінші кезекте 1-ден 3 жастағы балалар бір-бірін ынтымақтастық, мәселелерді шешу және көш басшылық сияқты маңызды дағдыларға үйретеді. Сәбиіңіз үшін алғашқы бірлескен ойынды ұйымдастыру үшін мыналарды есте сақтауға тиіссіз. 1. Кездесулер ұзақ болмауы тиіс. 1 жастан 3 жасқа дейінгі балалар ойын ұзақ уақыт шоғырлай алмайды. Сондықтан ойындар 1 сағаттан аспауы тиіс. Сонда олар көп пайда әкеледі. 2. Немен айналысуға болатындығын өзіңіз ойлап табыңыз. Балаңыздың өз қонақтарын өзі айналдыратындығын күтпеңіз. Олар келмес бұрын балаңызға ойындардың немесе ойыншықтардың бірнешеуін ұсыныңыз. Таласудың алдын алу үшін балаңыздың кейбір сүйікті ойыншықтарын тығып қойыңыз, артық болмайды. 3. Екі тарапта бірдей қатысуы тиіс. Сәбиіңіздің басқа балалармен тату ойнай алатындығына көз жеткізген соң, ал сіз олардың ата-аналарымен сенімді қарым-қатынастарды орнатқаннан кейін, олардың үйінде бірге ойнауды ұсыныңыз. Балаңыз досының үйіне бірінші рет қонаққа бара жатқан кезде, сізге осы алғашқы ойынға қатысқан жөн болады. Сол кезде балаңыз өзін аса жайлы сезінеді және жаңа ортаға жылдам бейімделеді. 4. Жергілікті мектепке дейінгі топқа жазылуға тырысыңыз. Егер сіз қандай да себептер бойынша үйге басқа балаларды шақырғыңыз келмесе, бірақ балаңыздың құрдастарымен қатынасуын қаласаңыз, бұл сізді артық уайымдардан арылтады. Ал сәбиіңіз ұжымдағы өмірге дайындалу үшін қажеттінің барлығын алады. Бірге ойнау бойынша осы қарапайым кеңестерге жүгініңіз. Сонда балаңыз бауырмал, тапқыр және көпшіл болып өседі.